Барлықтарыңа сәлем. Бүгін математика бірінші сынып 101 сабақтың есептерін шығарып көрсетемін. 11-ден 20-ға дейінгі сандар. Бірінші тапсырма. Көкөніс пен жеміс адамның денсаулығы үшін пайдалы. Көкөністерді өсу ретімен, жемістерді кему ретімен жаз. Көкөністерді өсу ретімен. Бұл жерде қандай көкөністерді көріп тұрмыз? Ең алдымен мынаны аламыз: капуста, қырыққабат, пияз, сәбіз, қызылша, баялды, асқабақ, бұрыш, болгар бұрышы. Мынау бізде қияр, мынау кабачки деп аталады, мынау қызанақ болған сияқты. Енді осы жерде өсу ретімен дейді. Жазып қояйын. Бірінші тапсырма: көкөніс. Өсу ретімен болса, ең кішкентайы бірінші былай жазып алайын: 12, 18, 11, 15, 20, 17, 19, 13, 16, 14. 13, 16, 14 және мына жерде мынау бар, бұрыш, ащы бұрыш 10. Енді осы жерде осының ішінде ең кішкентай бізде болады 10 болады. Одан кейін 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Бұл көкөністер. Енді жемістер. Жемістер бізде 1, 2 бар. Так. Мына жерде 3 бар. Анар. 4 бар, 5 бар, 6, 7, 8, 9. Бұл жемістер. Келесі. Так, екінші есепте бұл сандардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары қандай? Мысалы, мына бірінші бала ұстап тұрған суретте бұл жердегі сандар 1, 7, 2. 1, 7, 2. Солай ма? 1, 7, 2. Бұл деген сөз, бұл бір таңбалы сандар. Бір таңбалы сандар. Ал мына қыз ұстап тұрған суретте 11, 17, 20 деген бұл екі таңбалы сандар. Екі таңбалы сандар. Енді бұл біздегі айырмашылық. Енді ұқсастықтары қандай десек, мына 1, 7, 2 деген сандарды мына қыз ұстап тұрған суреттегі сандардың бірліктері болып табылады. Бірлігі болып табылады. Келесі сурет, үшінші тапсырма. 11-ден 20-ға дейін сандардың атауын оқы. 11. 10 және 1-ден құралады. 12, 10 және 2-ден құралады. 13, 10 және 3. 14, 10 және 4. 15, 10 және 5. 16, 10 және 6. 17, 10 және 7. 18, 10 және 8 және 19, 10 және 9, 20, 10 және 10 деген сандардан құралады. Келесі төртінші тапсырма бізде теңдеу номер 4. Шығарып көрсетейін. X плюс 20 тең болады 90. Осы жерде X табу үшін 90-нан 20-ны азайтамын. X тең болады 70. Тексеремін. 70 қосамын 20 тең 90. 90 тең 90. Енді келесі 80 азайту Y тең 30. Y тең 80 азайтамын 30. Y тең 50. Тексерем. 80 азайту 50 тең 30. 30 тең 30. Үшінші есеп X азайтам 70 тең 10. X тең 10 қосам 70.
x тең, сонда бізде 80 болады. Тексереміз, 80 азайтамыз 70 тең болады 10. 10 тең 10 болады екен. Номер 5-ші есеп: жемістер мен көкөністер сандардың орналасу заңдылықтарын ата. 12, 14, 16, 18, 20 екі санға артып тұр. 11, 13, 15, 17, 19 екі санға артып тұр. Сандық қатар орналастыр. Сандық 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 болу керек. Екі қатардан екі санға қосылып тұр. 12, 2-ні қоссақ, мына 14 шығып тұр. 14-ке 2-ні қоссақ 16, және 16-ға 2-ні қоссақ 18 деген сияқты. Сандық қатар орналастыр. Біз былай жасай аламыз. Мысалы 11, 14, 17, 20. Бұл қандай санға артып тұр? 3 деген санға артып тұр. 3 санға артып тұр. Артып тұр. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.